Бүгін біз Тахатас районы Найманкөл ауыл бұқаралар жиында жасаушы Шүкірла Сапарбаевтың қитақ жеріндеміз. Бұл жерде 40 сотық жерге капуста егілген. Мен ойлаймын, бұл жердегі табиғаты, бұл жерде егілген бәрше өнімдерді көріп, бұл Тахатас үлгісі деп айтса болады. Қазір Шүкірлаға қасымызда өзінен сәубетлесеміз, естеміз, білеміз. Бәлкім тәжірибесімен енді бөлісерсіз бүгін. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Енді бұл жерге голланд сортынан конкурер деген сорт егіп қойыппыз. Общий 40 сот ек. 28 мың дана кетеді шөрге. Шыны июнның оларына тәрбиелейміз. Кейін шу диқан базарына шығарамыз. Қанша өнім аласыз? Енді бәрбір біздерді көріп отырған, тамашалап отырған бәр жерге пайда бұл жерде қызық. Көреміз ба? Енді 20 мың данадан 2 киладан болғанда 40 тоннадай болады да бұл жерде. 2000-нен орта есаптан есапласақ 80 миллиондай болып қалады. Ізін ене қайттан егеміз, ене кәрем егеміз. Башқа сорт, ертерек сортынан егеміз. Неге десен күзде сәл погода өзгеріп, ыстылық кеткеннен кейін кишлеу шығады. Қазір енді мен тек қана осы қитақ жеріңіздің атрапында тек қана капустаны емес, сонымен бірге помидор, картошка, улума, ауыл қожалығы өнімдерінің барлығын көріп тұрмыз да. Бүгінгі күнде құрметті президентіміздің басыламасыменен бір контур, бір өнім принципі текарында бүгінгі тапсырма берілген, яғни сондай жап бойларында мейвелі теректерді егу. Бұл бағдар бойынша да сіздің қитақ жер атрапыңызда жұмыстар әлі қашан басыланған? Осыларға қандай айтып өтсеңіз? Енді бұл жерге әр түрлі, мысалы, чия, шалелі, егіп қойыпсың, шалелілеріміз уже мебе беріп башылады. Енді ішлеймен деген адамға, мысалы, президентіміз көп ярдам беріп адапты ғой. Шындай капуста егемен дегенлерге мәслихат беремен мен өзімен. Бұның ізінен, мысалы, сәбзі егіп алуға болады. Әйтеуір, ішлесе, шындай қылып мәслихат беремен әммеге егуге.